Сәлем достар, қалайсыздар? Мен қазір базар жаққа баратырмын. Ясинге, мерекеге орай 22 наурызға қарсы киім заказ берген ғой, тіктіруге. Сол дайын болды деп хабарласып еді, соны алып келуге бара жатырмын. Дала деген жел. Қазір остановкаға бара жатырмын. Автобус күтемін. Қазір келу керек. Бізде автобустар айттым, уақытымен жүреді. Сол уақытына сай шықпасан автобус жоқ. Автобустың ақысы 50 теңге. Сондай. Ясиннің киімін алдым. Қазір басқа бір магазинге бара жатырмын. Ясиннің ваннаға салатын пузырьке бар ғой. Сондай көріп еді ғой кеше. Соны алайық деп. Соны заказ берді. Сонымен бара жатырмын. Ана жердегі магазиндерде жоқ, жабық. И басқа магазинге бара жатырмын. Сосын еще Ясин клубника заказ берді. Клубника шоколад жасаймыз деп. Ол клубниканы тоже таппадым. Ана жерден базарда жоқ. Қазір ана жердегі магазинді көремін. Болса алам, болмаса басқа ана алыста жақта магазинде бар. Оған баратын. Қазір жағдай болмайды, үйге тез бару керек. Бөкені қалдырып кеткен басына. Осы кеше осы магазиннен көріп кеткенбіз ғой. Соны осы жерден алып бер деп. Ол қазір қалса, енді қалмай қалса, тоже естеміз, көреміз. Бар шығар деп ойлаймын. Сосын клубникасы да осы магазиннен табылса, табылмаса. Ол да жоқ, енді оның заказын орындай алмай қалып тұрып. Жаққан көріп тұрсам, қазір магазинде бірге көреміз. Ішінде бар ма? Жоқ па. Мен автобусым ұшып кетіп бара жатыр, көрмедім. Келдім. Клубника таппадым, қызым. Клубника жоқ екен. Келесі жыл тағы да іздеп көреміз. Сол кезде мынандайды алдым. Розовый деген, только розовый жоқ. Осы бар екен. Сосын міне киімін. Осындай. Мындай жакеттегі бар. Қазір кигізіп берем, Осындай жакеттік. Жаңа тоже асығып түсіре алмадым ғой сіздерге, достар. Қазір киіп көрсететін боламыз, Міне, достар, осындай жилетик қой. Осының диадемкасымен. Қара қошақан. Ішінде ақ көйлек болады берді. Мектепке де кигіземіз деп жатыр. Бірінен бастап кигіземіз деген. Пока что олдардікі дайын болмай тұр әлі. Сонымен киіп баратын болады мектепке, Достар, мен Ясинмен қашты. Ясинді мектептен, Мұхаммадты садиктен алып келуге кетіп бара жатырмын. Шапка киіп алдым, өйткені аяз. Кәдімгідей аяз бар, Бағана таңертең шапкасы шығып тоңып қалайдым ғой. Соған қазір жылы киініп бара жатырмын. Апайға сау болыңыз. Жені. Енді мен сабағымды қараймын. Достар, біз Ясинді сабақтан алып келдім бағана. Достар, мен сабақтан келдім. Енді менің сабағымды қараймыз. Достар, бағана кешкісін сіздерге садикпен мектепке бара жатырмын видео бастаған болатын. Бірақ мектепке жеткен соң видео түсіре алмай қалдым. Оған машина келесі қалып, соған мініп мектепке барсам, Ясин мектептен шығып қойған. Шығып кеттік, сонымен видео болған жоқ. Енді қазір сабағын қараймыз. Не берді екен тапсырманы көреміз, не орындады екен, Ясинмен бірге көрейік. Жалғастыру керек, мынаны. Қазір күнделігін көрейік. Қазір көреміз, Сағат ашудан баға 65 деген баға апты. Прем бұянда деді. Сартай тұр. Әртүрлі қояпсың, қары қоған. Сағат ашудан тапсырма берген. Міне қара, саған Қ әріпін дұрыстап жаз, К әріпін дұрыстап жаз деген аты. Деп жазба бұлай, әдемі ғып жаз. К-ні осылай жазасың, Қ-ны тоже осылай жазасың. Құйрығы бар.
бүйтіп жазба дейді. Әдемі алып жазып былай. Түсіндің ғой, иә? Бұның астына әдемі. Математикада несін қосу берді. Сен қосуды жақсы көрете білеміз. Давай, қосып тастар. Салата суда. Қосу и алу берген ғой. Давай, қосып тастар. Есептейміз. Birisi aldı. Давай, алу. Altı. Üç tatlı. Üç. Дұрыс, 3 қалады. Молодец. Şimdi yazalım. Иә. Менің ішіне, толық көзінің ішіне жазсын. Шығарма әдемі. Молодец. Келесі. Türk dizimi. Төрт өзен берген. Yetti mi? 9'dan nişe alamыз деген. Beş. Bir tarafa tasasın. Nişe болады? Beş. Солай санайсың. Yedi. Sekiz. Дұрыс, 8. Әдемілеп жаз. Молодец. Алудан ұнататын болсаң, Аясин. Алудан ұнатпайтын. Келесі. Şimdi mi kalay? Түсіндің ба? Дұрыс, молодец. Енді түсініктесің. Алуда қалай есептедің? 7 plus 7. Жоқ, плюс емес, минус. Достар, біз осымен В әрпін жазып бастап жатырмыз. Короче, у нас. Dede. Сен шаршаттыр, ертең таңертең жалғастыратын боламыз. Жартысын жазып қойдық, одан кейін қазір қол шаршап қалды, сонымен таңертеңге қалдыратын болдық жартысын, иә? Таңертең жазамыз. Қазір салып қоямыз. Қалған сабақтарын ертең жалғастыратын боламыз. Таңертең қараймыз, иә, Қошаққан? Мен Қошаққан шаршап қалып сабаққа барып, иә? Ойбай. Достар, біз сабағымызды орындап болдық. Ana, bitik yazarım. Сен қазір телевизор көреді кішкене, одан кейін ұйықтаймыз. Осымен бүгінгі видеоблогымызды аяқтаймыз. Достар, біздің каналымызға тіркеліп, қолдап кетіңіздер. Лайк, комментарий жазып, бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Қош, сау болыңыздар. Пока-пока. Пока.